қазіргі жастар, жалпы қоғам, қауым оқыған, тоқыған өздеріңіз секілді жігіттерден, ағаларымыздан, яғни мысалы мынандай нәрсе ғой ұстаз, Ернар ұстаз, Нұржан ұстаз, мысалы қарапайым балаңды оқыту үшін көшедегі бір өзінен 2 класс үлкен балаға қосып жібермейсің ғой әліппені оқыту үшін, арнайы бір ұстаздың алдына мектепте деген секілді жүйемен оқу керек. Ал бізде қазір қоғамға келгенде дін мәселесін кім көрінгеннен оқып жатыр да, бірақ Шәкәрім бабамыз айтқандай білген ердің бол шәкірті керек. Ол ер болу керек, ол мінезді болу керек. Ол жаңағы өзінің жаңағы негізінен қайтпау керек. Жаңа айтып жатырмыз ғой, мыналарды енді өзінің ата бабасының дінінен бас тартып кеткендер деп жатырмыз, бет бұрып кеткендер. Енді бұлар қалай қайтарамыз деген сұрақ қой түбі. Енді мына Мұхтар Мағауин Орманбет ханның мына бір сөзін келтіреді. Жақсыдан туған жаманды жамандай бермең, жақсыдан туған жамандай бермеңдер дейді. Ол да бір тартпай қоймас негізге дейді. Келетін шығар енді айналып келіп деген ой ғой менде. Өйткені олардың ата-анасы қазақы тәрбиеленді да, обал сауапты білетін еді. Бұлар сол себептен кішкене тұр ғой. Бұлар балдарын басқаша тәрбиелеп жатыр да, бірақ